Қазақ тілі сабағы 123 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы ел ордасы елімнің үстеу. Сабағымыздың мақсаты сөйлемдегі қателерді тауып, түзетіп жазасың, үстеулерді ажыратасың және қолданасың. Балалар, біз өткен сабақтарда үстеумен танысқанбыз. Үстеудің 3 түрі болады. Мезгіл үстеу, мекен үстеу, сын қимыл үстеу. Мезгіл үстеулердің қашан деген сұраққа жауап беретін білеміз. Бүгін біз мекен және сын қимыл үстеулерімен танысамыз. Қайда сұрағына жауап беретін үстеулерді мекен үстеулері дейді. Мысалы, қайда көтерілді? Жоғары көтерілді. Қайда жүрді? Ілгері жүрді. Бұл жердегі жоғары ілгері деген мекен үстеуге жатады. Енді қалай сұрағына жауап беретін үстеулерді сын қимыл үстеулері дейді. Мысалы, қалай оқиды? Тез оқиды. Қалай сөйлейді? Ақырын сөйлейді. Бұл жердегі тез, ақырын деген сөздер сын қимыл үстеулеріне жатады. Балалар, енді дәптеріміздің ашып, бүгінгі күнді жазайық. Мамырдың 5-і сынып жұмысы. Оқулығымыздың 109-шы бетін ашамыз. 12-ші жаттығуға назар аударайық. 12-ші жаттығуда Нұрлан Қалқаның Астана туралы өлеңі берілген. Елордам менің Астана, осында жаңа бастама. Сәулетті зәулім үйлер көп, көрікті сондай жас қала. Өлеңнің кейбір тыныс белгілері қойылмаған. Осы тыныс белгілерімен толықтырып, өлеңді көшіріп жазамыз. Үстеуді тауып, оған сұрақ қоямыз. Енді балалар, 14-ші жаттығуға қарайық. Бұл жерде сөйлемдер берілген. Көп нүктенің орнына төмендегі керекті мекен үстеулерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазамыз. 15-ші жаттығу. Балалар, бұл 15-ші жаттығуда сөйлемдер берілген, бірақ кейбір сөйлемдегі сөздердің қатесі бар. Сол қатесін түзеп, сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Үстеулерді табамыз. Үстеулерге сұрақ қойып, мағынасын анықтаймыз. Қай сөзбен байланысып тұрғанын айтамыз. 16-ші жаттығуда балалар, бізге үстеулер беріліпті. Осы үстеулерді оқимыз. Үстеулерді білдіретін мағыналарына қарай топтап жазамыз. Яғни бірінші мезгілді білдіретін үстеулерді, екінші мекенді білдіретін үстеулерді, үшінші сын қимылды білдіретін үстеулерді жазамыз. Жақсы балалар, іске сәт. Тапсырманы ұқыпты, әдемі жазып орындаймыз.